Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмі өте керемет, тойымды фунчоза салатының рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен бізге ет қажет болады. Етті осылай видеода көрсетілгендей жапырақтап, ұзынша етіп тураймыз. Енді осы етті табаданымызға кішкене сұйық май құйып, татымына қарай тұз, бұрыш қосып, жақсылап қуырамыз. Ет қуырылған соң, біраз мөлшерде су құйып, толығымен піскенше 1 сағаттай көлемінде пісіреміз. Кейін етіміз піскенше көкөністерді дайындай береміз. Бізге қияр қажет болады. Қиярды видеода көрсетілгендей соломка етіп, ұзынша етіп тураймыз. Енді сәбіз қажет болады. Сәбізді осындай ұзын етіп теркіден өткіземіз. Тәтті бұрышты да видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Кейін бізге чеснок қажет болады. Чеснокты ұсақтап турап, барлығын бір ыдысқа саламыз. Және де бізге осы фунчоза салатына арналған осындай лапша қажет. Соны ыстық су құйып, бетін жауып, піскенше бұқтырамыз. Міне одан соң оны суық сумен бір шайып жіберу қажет. Кейін ұзын болып тұрмас үшін осылай пышақтың не қайшының көмегімен кесіп алсаңыздар болады. Енді жаңағы лапшаны салып, етімізде жұмсарып пісті. Оны барлығын бір ыдысқа салып, бір ас қасық соя соусы және жарты шай қасық уксус қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Тұзы толығымен сіну үшін 1 сағаттай көлемінде қоямыз. Салаттың дәмі өте ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған салтанат. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.